Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде информбюро жаңалықтары. Студияда Болат Мүрсәлім. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Челақтың соты ашық өтуі мүмкін. Жоғарғы сот бұл істе ешқандай мемлекеттік құпия жоқ деп есептейді. Қазақстанның көптеген аймақтарында 45 градустық аптап ыстық басталды, ал Қызылордада кене қаптап барады. Үкімет әйелдердің зейнет жасын 63-ке көтереме, ондай шешім қашан қабылданады. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нұрлан Ноғаев жеке меншік баспанасыз жүр. Осы және өзгеде жаңалықтар рет-ретімен. Бүгін еліміздің жоғарғы сотының судьясы Қалидолла Шауқаров Челаққа қатысты сот процесі ашық өтуі тиіс, себебі онда мемлекеттік құпия жоқ деп мәлімдеді. Ел назарында болатын бұл процесс қылмыс болған өңірде жүргізілуі ықтимал деді ол. Ал Арқан-Керген шекарасында көз жұмған 3 бірдей сарбаздың денесі әлі жер қойнына тапсырылған жоқ. Астанада сараптама жасап жатқан мамандар әскерилердің денелерінің қалдығын ДНК арқылы әлі тани алмай отыр. Балаларының бақилық болғанына сенбей жүрген кейбір ата-аналар болса, тіпті көріпкелдердің сөзіне сүйеніп, ұлдарын әлі тірі деп есептейді. Ал әскери прокуратура Владислав Челақтың қылмысты мойындаған бейне материалдарын жарты айдан соң ашық жарияласа да, көпшілік оған сене қоймай отыр. Әріптесім Аида Боранбай құзырлы орган қызметкерлері ұсынған бейне жазбаға тағы бір үңіліп көрген еді. Да, я вот так вот в каждого стрелял. Небәрі 19 жастағы Владислав Челақтың қанды қырғында қалай жасағанын өтір нүктесіне дейін айтып, мойындап жатқан бұл бейнекадрлер осы аптада барлық телеарналардан көрсетіліп, тіпті ғаламторға дейін жарияланып кетті. Челақтың сөзінше, әскердегі әлімжеттікке тән бұлдау сарбаздардың оны үнемі келемеждеп, ренжіте беруінен басталған. Ал оқиға болар күні ағанас қамбармен болған соңғырыс бұл қылмыстың орын алуына итермелегенін айтады ол. Сондықтан Челақ ең бірінші ағанасты өлтіргенін растады. Когда у вас вообще возникла мысль совершить все эти действия? После ссоры последнего с Ағанасом. Ал бұл шекарашылар заставасындағы төтенше жағдайдан кейін түсірілген бейне. Жазға асы казармамен бірге мұнда бірнеше әскери де күйіп кеткен. Ал бұл Владиславтың айтуынша ең соңғы болып оның қолынан қаза тапқан қорықшының жансыз денесі. Тогда я нажал на курок, выстрелил в него очередью. Я начал стрелять с вот этой стороны. Слева направо, да? Да, слева направо вот так вот, по всем подряд. Адвокаттың қатысуымен тергеушінің сұрақтарына жауап берген Челақ бұл қылмысқа арнайы әзірленбегенін, алайда ішкі ұрыстар оны қажытып жібергеннен кейін шыдамы таусылғанын айтады. Я ему сделал замечание, разбудил, тут с психом таким стал, на меня еще наорал. Говорю, сейчас встаю, с криком. Там какие-то ругательства на казахском произнес. Әскери прокуратура ұсынған бірнеше бейне материал халықтың бірін сендірсе өзгелерін еш нандыра алмапты. Қараша жұрт теледидардан көрген бейне материалдан кейін мынадай ойда қалғанын айтады. Жүрегім ауырды бала үшін, анасы үшін сондай неме еткен ол баланың ондай істегенде істемейді деп ойлаймын. Когда я увидела видео, мне показалось, что он просто по написанному говорит и все. Челақты қолдаушылардың дені митингке шығамыз дегенде Владтың атасы Владимир Челах оларды тоқтатып тастаған болатын. Сонда да Челахтың 15 адамды қырып салды дегеніне сенбей отырған жұртшылық өз беттерінше көшелерге оған қолдау ретінде Челахтың суретімен тергеу әділ өтсін деген жазуларды іліп тастаған. Чужой вину не стоит. Нет, не надо, я по твоим глазам вижу. Анасымен Владтың бұл трагедиядан кейін алғаш жүздесу еді. Көзіңнен көріп тұрмын, бұны істеген сен емес деген ана баласына ақылында айтты. Ешкім оны ұрып соқпағанын да тексерді. 15 адамды өлтіргенін мойындаған Челаққа қандай үкім шығатыны бүгінде бүкіл жұртшылықты алаңдатып отыр. Қазіргі таңда осы іске қатысты тергеу тексеру амалдары әлі де жүргізілуде. Ал қайтыс болған 3 сарбаздың денесінің қалдығы ДНК арқылы әлі күнге дейін анықталған жоқ. Бақилық болғандарына 19 күн өтсе де, олар жер қойнына табысталмады. Аида Боранбай, Ернар Құсайынов, Информбюро, 31-ші арна.
Ал жалпы қазақ әскерінде қылмыс жасау азаймай тұр. Қазақстанның әскери прокуратурасының мәліметінше былтырғы жылы ғана әскерде 123 сарбаз қайтыс болған. Яғни 2010 жылмен салыстырғанда елімізде сарбаздардың өлімі 1,5 есеге өскен. Бұл туралы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің мамандары мәлімдеген. Еліміздің қарулы күштерінде өткен жылдың ішінде 123 сарбаз көз жұмса, 2010 жылы 86 жауынгер әртүрлі жағдайда қаза тапқан. Ал науқастанып қайтыс болған сарбаздардың саны 2011 жылы 33, 2010 жылы 22 болған. Бұған қоса әскерилердің 21-і алдыңғы жылы өз-өзіне қол жұмсаса, жол апатынан 42 сарбаз бақилық болыпты. Әскерде адам өлтіру фактісі бойынша 5 қылмыстық іс қозғалған. Ауылдарын әскерге жіберуден қорқып қалған ата-аналар әскердегі тәртіпті реттеу керек. Әлімжетік жасауды тыю қажет, әйтпесе оның салдары Челақтікіндей ауыр оқиғаларға соғуы мүмкін деп отыр. Қазақстанның оңтүстік және батыс өңірлерін аптап ыстық алқымнан алып тұр. Қазгидрометтің хабарлауынша, алдағы 2 тәулікте де Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында сынап бағанасы 40 градустан асып жығылады. Қазір аймақтарда ыстыққа байланысты кейбір мекемелердің жұмыс уақыты қысқартылды. Ал қан қысымы көтерілгендердің санында есеп жоқ. Батыстағы ең жоғарғы температура Атырауда тіркелді. Мұнда сынап бағанасы 50-ді көрсетіп тұр. Тұрғындар күннен қорғайтын бас киіммен қол шатырсыз көшеге шығудан қалдық дейді. Есесіне салқын сусын мен балмұздақ сататындардың саудасы қызып тұр. Ал мұнай өңдеу зауыттарында еңбек ететін жұмысшылар ыстықтан өндіріс орындарында естерінен талып қалуда. Бұрғылаушы Нұржан Аққұзовтың денесіне қан қысымын реттейтін аппарат орнатқанымен, бұл қондырғыда оны ыстықтан қорғай алмай, аурухана төсегіне бірақ танылтқан. Басым ауыр, мұрнымнан қан кетіп, сол ыстықты көтере алмай қалып, өзім уақытымен жұмыс жасаймын. Оралда да күн күрт ысып кеткен. Қазір аймақта ауа температурасы +40. Ал жүрек ауруы мен пневмония ауруына шалдыққандар Ақтөбе қалалық ауруханаларды лық толтыруда. Сондай кісілерге біздер рекомендация береміз. Көп су ішпей, тұз тамақты кішкене азайтып. Ал Қызылорда облысы керісінше шілденің шіліңгір ауа райын тағатсыздана күтуде. Бұған облыс аймағы кенелердің ошағына айналып қырым-қанды безгегінің қаупі күшейгені себеп болуда. Кенелер сәуірде оянып, мамыр-шілде айларында ұрықтанып көбейетін кезі. Олардың белсенділігін төмендеуіне тек 40-45 градустық ауа райы әсер етеді екен. Ең сорақысы сол ауа райының қоңыржайлылығынан бір мезгілдің өзінде 4 адамның қырым-қанды дертімен облыстың жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылуы және науқастардың халі өте ауыр деп бағалануда. Аймағымызда кенелердің көбейіп кетіп отырғаны биыл көктемнің басында күн күрт ысып, кенелер оянып кетуінен болып отыр. Ал қазір ауа райы салқын болып тұр. Кенелер қатты ысыда ғана ұйықтайды, немесе олардың залалы сол кезде ғана азаяды. Осы жағдай көкала дертінің өршуіне себеп болып отыр. Бұл әлі шіліңгір шілденің басы ғана. Мамандар 40 күн шілдеде ауа қысымы қатты қапырық болып, айналаның барлығы аптапқа айналатын жеткізді. Жәния Өсерқұл, Алмаз Бейсенбеков, Тілеген Бекарсанов, Информбюро. Қазақстан әл-ауқаты мен бәсекелестігі жөнінен 50 елдің қатарына қосыла алмайтын сияқты. Өйткені аса жоғары мәнсапқа жеткен әкімдер мен министрлердің және депутаттардың тұрмыстық жағдайы мәз емес. Айталық, Батыс Қазақстан облысының әкімі әлі күнге шейін баспанасыздық тауқыметін тартып жүр. Бұл туралы ол басылымдардың біріне берген сұхбатында айтқан. Билікте жүргендердің декларацияда көрсеткен табыстарын тілші зерттеп көрген еді. Батыс Қазақстан облысының басшысы Алтулдың бақытты әкесі Нұрлан Оғайыптың жеке басында жеке меншік үйі жоқ болып шықты. Басылымдарға берген сұхбатында қызметтік пәтерде тұрып, жұмыс көлігін айдайтынын, айына небәрі 461 мың теңге ғана жалақы алатынын айтқан. Оған қоса жұмыссыз декреттік демалыста жүрген әйелі де қаржылай көмектесе алмайтын көрінеді. Алайда қарапайым халық былғар орындықта отырып, өзінің әл-ауқатын төмендеп көрсеткен әкімдерге иланар емес. Әкім, басқа адамдар, өкімет несіндегі адамдардың жалақысы аз болса шығар, бірақ өз басым сенбеймін. Бәрі бекер ғой, өтірік айтады ғой. Үйім бар, көлігім бар. Бәрі бар шығар, дачасы да бар шығар. Менде жоқ, мысалы, үйде жоқ, мен квартира жүрген адамның кезі. Бала шағам бар, жоқ менде.
Ал әкімдердің арасында табысы мен жылжымайтын мүліктерін ашық жариялаған басшылардың қатарында Ақтөбе облысының әкімі Архимед Мұхамбетов бар. Ол небәрі 200 мың теңге жалақы алады екен. Сонымен қатар ол тапқан таянғанын 4 бөлмелі пәтерде тұратын отбасына 2007 жылғы Toyota Land Cruiser көлігімен жеткізетін көрінеді. Ал оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметовтің жеке блогында Астана мен Алматыда пәтер мен жер телімдері бар деп жарияланған екен. Ал Алматының резиденциясының басшысы Ахметжан Есімов аз емес, көп емес 600 мың теңге көлемінде айлық алады. Ал оның оң қолы Сейдумановтың басындағы жалғыз саяжайы оның өзі 10 жыл бұрын сүріліп кеткен. Бүгінде оның орнына Ақорда резиденциясы салыныпты. Бірақ биліктің тізгінін ұстайтын басшылардың үй-күйі жоқ дегенге қарапайым халық күмән келтіреді. Әкімнің конторында отырады, одан басқа не істейді ол? Ол өзінің шамасын. Ой, мен бүйтем, сөйтем деп ауданға есім бергеннен басқа төгіде жоқ оның. Баспанасы үйі жоқ, әкім қайтып күн көрер. Әкім болар күйі жоқ, халық қайтып күн көрер. Мақсат Толықбай, Ернар Құсайынов, Информбюро. Ал облыс әкімдері баспанасыз жүргенде еліміздің қарапайым тұрғындары бағасы 300 мың доллардан кем түспейтін темір тұлпар тізгінін ұстап жүр. Қымбат көлік мінгендердің басым көпшілігі жол ережелерін жиі бұзатындар дейді жүргізушілер. Ал Қазақстанда құны бірнеше миллион долларға дейін жететін Майбах маркалы көліктердің 33 данасы тіркеліпті. Ал өзін ақсүйек санайтындар мінетін Bentley автокөлігінің 36 түрін елімізден кездестіруге болады. Құны 150 мың доллар тұратын мына көліктің қожайыны көпшілікке темір тұлпарының қыр-сырын мақтанышпен көрсетеді. Өйткені Алматыда қымбат көліктердің көп емес екенін ескерсек, азаматтарға мұндай автомобильдер мұражайдағы заттай көрінетінін түсінемін дейді. Тіпті автомобильге ақшамды аямаймын деген азамат қымбат көліктің өзіндік құпиясы бар екенін айтады. Өзіңді сенімді сезінесің. Қымбат көлік қалай болғанда да адамға күш береді. Айналаңдағы адамдардың таңғала қарағаны ерекше сезім. Арманға айналған автокөліктер Алматыда санаулы болғанымен көздің жауын алатыны жасырын емес. Бағалары да Бұқараның бақыр тиынына шақталмаған. Алмата город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Алмата город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Қымбат маркалы көліктердің сыртқы келбеті келісті әрине. Алайда ең сорақысы дәл осындай жүйріктерді жиіткейтіндер арзан автомашинаны мінгендерге менсінбеушілікпен қарайды деп кейт жүргізушілер. Менсінбеушілік, ондай бар. Мынау егер ескі көлікті алсақ, жанында бір қымбат көлік болса да, жолда былай қарасына, жүрісіне қараған кезде сондай бар. Жоғардан қарайды. Қарапайым халықтың қымбат көлік жүргізушілеріне деген өкпесі қара қазандай. Өйткені тас жолда жол ережесін елемейтін естерлердің көбі қалтасы қалыңдар деп ашынады қараша халық. Ондай көліктермен жүретін адамдар көбінесе таныстар бар, үлкен лауазымды. Жаңағы ақшасы бар дегендей. Жүргізу көліктерін сатып алады. И сосын тез өтіп кетем деген жағдайлармен. Қымбат көліктің иесін основном жастар жол ережесін бұзады. Бір қызығы Алматы көшелерінде қымбат көлікті қалтасы көтермесе де, мемлекеттік нөмірлері менмендеп тұрған ауыр жүк көліктерін оңай байқауға болады. Бәлкім Бұқараның бұл тобы көпшілік назарын осындай жолмен өзіне аулақысы келетін шығар. Лимар Салиев, Тұман Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Ал Қазақстанның бас банкирі Григорий Марченконың әйел адамдардың зейнетке шығу жасын 63-ке көтеру керек деген бастамасына тараздық аналар қарсы шығып отыр. Марченко Қазақстанда зейнеткер әйелдердің саны еркектерден 2,5 есе көп деген болатын. Алайда таңғы 5-тен тұрып мал жайғайтын, үйелмелі-сүйелмелі бала-шағасының қамымен сілесі қатып шаршайтын аналардың денсаулығы 63-ке дейін қызметке жарамды бола ала ма? Зәулім сарайда отырып айтқан банкирдің мәлімдемесіне ауылдағы елдің пікірін Нұраддин Рақай біліп қайтты. Жаңа жоба жұрттың жүйкесін жүндей түтті. Зейнетақы жүйесін жетілдіруді желеу еткен реформа әйелдердің зейнетке шығу жасын көбейтуді көздейді. Бейнетінің зейнетін көрер күнді алыстатқан реформа шілденің 1-інде үкіметке ұсынылмақ. Мен ойымша қазіргі шыққан жасы қазіргі біздің қазақстандықтарға осы ең тиімді деп ойлаймын. Әр кезде де әйел мен ердің арасында бір айырмашылық болу керек қой. Әйелдер бізде нәзік жандар, сол себептен олар кішкене болса да
ертерек шыққаны дұрыс деп ойлаймын. Бас банкир Григорий Марченконың мәлімдемесі бойынша елдегі зейнеткер әйелдер ерлерден 2,5 есе көп. Әйелдердің зейнетке шығу жасын ерлермен теңестірудің еш айыбы жоқ деп санайтын банк төрағасының бұл жайында айтар уәжі мынау. И туалетов в Национальном банке для женщин в 2 раза больше, чем для мужчин. Ұлттық банкте әйелдер әжетханасы еркектерден 2 есе көп. Сондықтан біздегі әйел қызметкерлер зейнетақы жасын ұлғайтуды қолдайды. Ал Қазақстанда 2 миллионнан астам әйел зейнеткер болса, зейнеткер еркектер небәрі 700 мың ғана. Зейнетақы реформасына қараша халықтың өкпесі қара қазандай. Нәзік жанлардың наразылығына әйелдердің зейнетке шығу жасын еркектермен теңестіруі себеп. Ерте жастан еткен еңбегімнің дүмпуін енді естимін дегенде айда аспанға шығарған тың бастама құлаққа қонымсыз дейді жұрт. Әйел адамдарға 63 жасқа дейінгі жұмыс істеу деген өте қиын ол. Өйткені мысалы біреудікі неде отырып кабинетте отырып істейтін, мысалы біреудікі көшеде жүріп істейтін жұмыс. Қазіргі көбіне мысалы әйелдердің 90% көшедегі жұмыстағы, ол көшедегі жұмыс адамды қажытып қартайтып жібереді. Жоқ, мен қосылмаймын оған. 58 жастың өзі әйелге өте күрделі. Зейнетақы жүйесін ой-електен өткізген реформаның осылайша басы дауға қалды. Саладағы бұл бастама бейнеттің зейнетін көрем деген көптің құтын қашырды. Әйел адамның зейнет жасын 63-ге көтеру деген осындай қара жұмысты көрмеген адамдар айтады. Нұрайын Рақай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Тараз. Жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Құзырлы органдар қолдан жазылып сатылатын пираттық дискілер саудасын мүлде тоқтатпақ. Саудагерлердің бұған айтар өз уәжі бар. Бірыңғай ұлттық тестте ең төменгі межеден 43 мың түлек өтпей қалды. Биылғы орташа балл былтырғыдан 15-ке төмен. Бізбен бірге болыңыздар. Қарабазарлардың көркін қыздырып тұрған пираттық дискілер пайдасы жағынан есірткі заттарынан кейінгі табысты бизнестің түрін айналыпты. Қолдан жазылған дискілерді сатқандар да, жасағандар да салық төлемейді. Соның кесірінен мемлекет пен авторлар қыруар қаржыдан қағылып жатыр деп дабыл қаққан құзырлы орган Алматы базарларын заңсыз тауардан тазартуға шындап кірісті. Алайда саудагерлердің өздері айналымы түкке тұрмайтын бізге шабуылдағанша құзырлы органдар миллиардтап жейтін шенеуніктерді неге ұстамайды деп уәж айтады. Алматының тексеру тобы бұл жолы ешкімге жұмсақтық танытпапты, арыны қатты. 71 мың диск тиелген мұнда. Былайша айтқанда 14 миллион теңгенің тауарын тәркеледік деп мақтанып қалды. Күнделікті күрестің нәтижесінде көшелер мен базарлардағы самсап тұрған сапасы өнімдердің жолын кесіп сорлаттық. Заңсыз олжа табуға құныққандардың қатарын сиреттік деп сүйіншіледі. Қазір бұрынғыға қарағанда қазір әлдеқайда азайған. Өстіп түбінде жойылады деп ойлаймыз. Күштік құрылым шындап кіріскен екен деп қара базарды бізде қарап көрдік. Күдік расталды, базар маңын аттап басқанымызда заңсыз диск саудасымен айналысатындарға жолықтық. Сабақ алмапты ешқайсысы. Сүрі тобының төбесі көрінісімен бірі тауарын жәшікке салып тайып жатса, екіншісі тексерудің басталғанын телефонмен жолдың арғы бетіне жеткізіп жатты. Әскерилерден жылдам қимылдайма дейсің. Лицензияларым бар, қайзайын шақырмай жүрген. Құзырлы орган қарақшылық жолмен жасалатын дискілердің тамырын түбірімен құртамыз деп қанша жерден әрекеттен қуғанменен тасада жүрген таспа сатушылар шәр сағат өтпей-ақ сауданың көркін қайта қыздырады. Олардың жолын кесуге жауапты орган шарасыз. Иә, халықта шарасыз, нан табу үшін қайтпек керек деп күйінеді. Адамда келеді, көздерін уқалап. Қазақтың балдары ма бәрі? Бір орыстың баласы бар ма өзінде? Қарап тұршы. Бәрі күлтүрмей жүр. Біздің қазақтың балдарын қарап, бәрі пишара. Жүрістерін қарап. Ескі сатады, тағы бірдеңе сатады. Жан бағу керек қой. Өлмеу керек адам деген жанын баққан балдарға рахмет етпейсіңдер ма? Не сатса да жанын бақсын. Айтып атқан жоқ бәрі көкені. Контрафактілі дискілер мемлекет үшін заңсыз бизнес, бірақ қазақ үшін күнкөрістің бір түрі боп тұр қазір. Қастарына барсаң өрімдей қарагөз қыздар мен ұлдар не сатсақта маңдай терімізбен күн көреміз ғой деп жәутеңдейді көздері. Алматыдан Мақсат Толықбай, Думан Сүлеймен, Информбюро. Ұлттық бірыңғай тестілеудің биылғы қорытындысы бойынша тапсырған түлектердің 30% жоғары оқу орындарына түсу үшін қажетті балды жинай алмай қалды. Ал ең жоғарғы 125 балды иеленген оқушы үшеу ғана. Астанада өткен брифингте білім және ғылым вице-министрі тесттің соңғы қорытындыларын жариялады. Биыл республика бойынша орта балл 70,9-ды құрады. Ал бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 15,7 балға төмен. Министрлік қызметкерлері тиісті балды 43.163 түлек, яғни мектеп бітірушілердің 37% жинай алмайғанын айтады.
Бірнеше тәртіп бұзушылықтар үшін 101 талапкердің жұмысы жарамсыз деп танылған. Сондай-ақ республикалық апелляциялық комиссияға 1543 өтініш келіп түскен. Оның 627-сі қанағаттандырылған. 10.755 оқушы 100 балдан жоғары жинаған. Тест қорытындысы бойынша орташа есеппен 84,7 балл жинаған Алматы қаласының түлектері білім жағынан көштің басына шыққан. Алтын белгіге үмітті 5816 оқушының 5761-і білім сынағына қатысып, 1401-і ғана ақтап шыққан. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге республика бойынша 117.432 түлек қатысқан. Самый худший год ЕНТ или нет? Алтын белгілер неге үшін ақтай алмады? Коллеги, спасибо. Формат был брифинга, мы определились. Ал 20 жыл бұрын Алматы мал дәрігерлігі институтын бітірген түлектер бүгінде қайта қауышты. Қазіргі уақытта институт Қазақ ұлттық аграрлық университетіне қосылған. Университеттің бас корпусына жиналған түлектер кездесуі сағынышқа толы болды. Бүгінде бұл түлектер елдің түрлі аймақтарында қызмет етуде, араларында ғылым доктор атанғандары да бар. 20 жылдан соң жүздескендер студенттік жылдардың естелігін айтып, шер тарқатты. Тіпті кейбіреулері қуаныштан көзіне жас алды. Курстастардың достығы бүгінгі күнге дейін үзілмей, тіпті қызметтік қатынаста бір-біріне демеу болып отыр. Қазір мен өзім істеп жатқан мекемеде де өзімнің курстастарым қарамағымда істейді, бірге 6-ға дейін бір-бірімізге, біреуімізге бастық болсақ, 6-тан кейін бәріміз сол достықтың арқасында сіз біздесіп, сыйласып жүрміз. Ал Назарбаев қазақтың көк байрағын сеніп тапсырғалы отырған адамның атын спорт агенттігінің төрағасы Талғат Ермегияев қат айтып жүр. Лондон Олимпиадасында Қазақстан туын салмағы 120 келілік палуан Нұрмахан Тінәлиев ұстайтыны анықталып қойған еді. Бірақ мамандығы құрылысшы инженер, қазір елдің бас спорт шенеунігі болып жүрген Ермегияев мырза нар тұлғалы палуанды даңқты боксшымен шатастыратын сияқты. Тінәлиев Ермахан. Это наш тяжеловес-борец. Он будет и принимать флаг, и он будет нести на параде, и он будет сдавать этот флаг. Ермахан емес, Нұрмахан. Нұрмахан Тінәлиев грек-рим күресінен 2010-2011 жылғы әлем чемпионаттарының қола жүлдегері, Азия ойындарының жеңімпазы. Биыл Лондонда алтын алсам деген үміті бар. Айта кетейік, Нұрмаханға дейін жазғы олимпиадаларда Бейжіңде Бақыт Ахметов, Афиныда Асхат Жіткеев көк байрақты ұстап шыққан болатын. Ал Атланта мен Сидней олимпиадаларында 2 рет қатарынан Ермахан Ибраим ту ұстаған. Ал Польша мен Украинада мемлекеттерінде өтіп жатқан Еуропа чемпионатында топтық кезеңнің 2-ші туры аяқталуға жақын. Бүгін Д тобының командалары кездесу өткізіп, кезеңді тәмамдайды. Алда шешуші тұр. Сенбіден бастап нағыз бәсекелер басталады. Тура осы уақытта жарысты жалғастыратындар мен турнирден тыс қалғандар анықталады. Еуро 2012-нің кезекті күні С тобының командалар арасындағы бәсекемен жалғасын тапты. Италия құрамасы Хорватиямен кездесу өткізді. Осы матч алдында футбол сәуегейлерінің барлығы Сквадрадзураға жеңісті телеген болатын. Өйткені 2006 жылғы әлем чемпиондары осы матчта жеңіліс құшса, сенсациялық жағдайда үйлеріне қайтар еді. Хорваттарға сескенер сәт бұл емес еді. Бірінші турда Ирландиядан ұшпай алған Славен Билич командасына бұл ойында тең нәтижеде қол болар еді. Түптің түбінде олар дегендеріне қол жеткізді. Матч Италия басында ойын басталып, олар 38 минутта есепті алға шықты. Гол ойыннан соғылған жоқ. Айып соққысын шебер орындаған Андреа Перло болатын. Осыдан кейін олар тізгінді мықтап қолдастап бірнеше қауіпті сәттер туындатты. Әйтсе де 70 минутта жеңісті есептен қол үзді. Хорваттардың кезекті шабуылында Марио Манджукич мергендік танытып, таразбасын теңестірді. Нәтижесінде қос тарап бейбіт тарқасты. Осы топтың тағы бір ойыны Гданьск қаласында ойналды. Турнирдің айқын фавориті Испания құрамасы Ирландияның бағын сынап көрді. Турнирдегі ең жұмбақ құрама саналған Британ аралдарынан келген жасыл жейдедегі жігіттерден не күтерлерін испандықтар да білмеді. Сондықтан олар ойында аса сақ бастады. Сақтықты жолдас еткен пиренейліктер матчтың 4-ші минутында Фернандо Торрестің көмегімен алға кетті. Ары қарайда Дель Боске командасы допқа назарды күшейтіп, ойынды толық бақылауларын алды. Голдар 2-ші таймда қарша жауды. 49-ші минутта Давид Силва есепте селесе, 70-ші минутта Торрес 2-ші рет қанжығасын майлады. Ал матчтың майлы нүктесін 83-ші минутта Цеск Фабрегас қойды. Осылайша Еуропа чемпиондары турнирдегі ең ірі жеңіске қол жеткізді. Екі тур қорытындысы бойынша С тобындағы жағдай мынадай. Испания мен Хорватия 4 ұпайдан жинап, бірінші, екінші орындарды бөлісті. Италия 2 ұпаймен әзірге 3-ші. Ал Ирландия бар мүмкіндіктен айырылды. Олар соңғы турда Италияны жеңсе де келесі кезеңге өтпейді.
Бүгін Д тобында біраз мәселенің басы ашылады. Донецкіде Франция құрамасы Украинамен жолықпақ. Қос командада алғашқы ойындарын сәтті өткізді. Француздар ағылшындармен ұпай бөліссе, Украина шведтердің сағын сындырды. Демек, бүгін Шевченко бастаған турнир қожайындары жеңіске жетсе, ресми түрде келесі кезеңге өтеді. Біз бір ғана ойынды ұттық, мұнымен келесі кезеңге өте алмаймыз. 3 күннен бері мен командамды француздарға қарсы дайындаудамын. Олардан қорықпауымыз керек, сонда ғана жетістік келеді деп ойлаймын. Француздардың да ойлағаны тек жеңіс. Лоран Блан жігіттері осал деген украиналықтардан ұпай алмаса, соңғы турда жаралы жолбарыс күйін кешкен шведтерге қарсы ойын қиын болмақ. Оның үстіне Рибери, Насри, Реми бастаған француздар бұл матчтың айқын фавориті деген атақтары тағы бар. Д тобының тағы бір матчы Киевтегі Олимпийский стадионда өтеді. Мұнда ағылшындар шведтермен шама байқасады. Өткен жылы қос құрама жолдастық ойын өткізгенде Тұманды Альбион өкілдері жеңіске жеткен еді. Бұл жолғы қалай шығарын ешкім дөп басып айта алмас. Анығы ағылшындардың тәжірибесі басым, ойыншылар да шебер. Сондықтан жеңістен негізгі үміткер ретінде солар қаралуда. Ержан Кошкымбаев, Мадина Абдрашитова, Информбюро. Бүгінгі осы алда Информбюроның орысша жаңалықтарынан соң қазақша концерт. Ақпараттардың жазбаша нұсқасы Штабылы 31 KZ сайтында. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.